Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Индира. Бүгін біз жылқының қабырға етін дайындайтын боламыз. Жұмсақ болып, әрі дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ұнаса лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Достар, мендегі жылқының қабырға еті кішкене тұздалған, яғни кішкене кептіріліп сүрленген десем болады, бірақ толықтай емес. Майлы етті қабырғалары. Сіздер сиырдың немесе қойдыкін алсаңыздар бола береді. Өздеріңіздің үйлеріңізде барын жасасаңыздар болады. Неге видеода көріп тұрғандарыңыздай, осылай қабырғалардың барлығын бөліп дайындап алдым. Әрі қарай қызып тұрған табаға осынша мөлшерде май құйып, жаңағы дайын болған қабырғаларды ұнға аунатып, екі жағын қызартып қуырып алуымыз қажет. Мінеке осылай қатты қуырып жібермейміз. Кішкене осылай қызарып болғаннан кейін екінші жағында аударып солай қуырып аламыз. Мінеке қуырғанда осылай қытырлап тұру қажет. Әрі қарай осылай 3 жұп пияз және де бір үлкен сәбіз қажет болады. Олардың барлығын осылай видеодағыдай майдалап турайтын боламыз.
қурап дайындап алдық. Енді табаққа кішкене май құйып, қызғаннан кейін пияздан бастап қуыратын боламыз. Пиязды қатты күйдіріп қуырып жібермейміз. Кішкене осылай сарғайып қуырылғаннан кейін сәбізді қосып әрі қарай араластырып қуырып отыратын боламыз. Мінекей достар, осылай қуырып аламыз. Одан соң үстіне 1 шай қасық, яғни қызанақ пастасын қосатын боламыз. Міне осылай араластырып болғаннан кейін үстіне 1,5-2 стақан су құямыз. Әрі қарай соя соусын қосатын боламыз, бірақ сояға кішкене су араластыратын боламыз. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Әрі қарай үстіне үйде бар, мысалға помидор, қызғанақ бар ғой, соны блендердан өткізіп қосатын боламыз. 2 штугы жететін болады. Одан соң татымына қарай тұз қосамыз, және де лавр жапырағын қосатын боламыз. Ұнамаса қоспасаңыздар бола береді. Одан кейін чеснок 1 тілім жетеді. Одан кейін өздеріңізге ұнайтын кез келген дәмдеуішті қоссаңыздар болады. Мінекей осылай жақсылап араластырып аламыз. Ары қарай жаңағы қуырған қабырға еттерін салатын боламыз. Мінекей барлығын салдық. Енді осыны астын жай қойып, яғни баяу отта 2 сағаттай пісіреміз. Мінекей осылай жай қайнауы қажет, өте баяу отта дайын болғанша пісіретін боламыз.
Мінекей достар, дайын болды. Еті өте жұмсақ болбырап тұр. Видеодан байқасаңыздар болады. Иісі өте керемет. Ет жақсы көретін адамдар үшін бұл таптырмас тағам деп айтсам болады. Осы рецепт бойынша қойдың қабырғаларын, сиырдың қабырғаларын жасасаңыздар болады. Видеодан байқасаңыздар, етінің жұмсақ піскені соншалықты сүйектерінен ажырап тұр. Достар, ұнаса осы рецептпен дайындап көріңіздер. Қасына гарнирге пюре немесе күріш дайындасаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Егер менің видеом ұнаса, басқа видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Ас болсын!